Сәлем достар, Ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен көзі арқылы жануарды тап деген ойын ойнайтын боламыз. Жалпы 40 сұрақ беріледі, ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер. Келесі жолы өте қызықты видеолар болады. Ендеше ойынымызды бастайық. Алғашқы сұрағымыз: бұл қоян болатын. Достар, таба алдыңыздар ма? Ал енді екінші жануарды тауып көріңіздер. Бұл суыр болатын. Бұл жануарды кездестіріп көргенсіздер ме? Келесі сұрағымыз: бұл сұрақты барлығы таба алды деген үміттемін. Әрине, бұл аң патшасы арыстан болатын. Ал енді келесі сұрағымыз: бұл бізде қасқыр екен. Достар, таптыңыздар ма? Комментке жаза кетіңіздер. Бесінші сұрағымызда сіздерге қиындық тудырмайды деген үміттемін. Бұл бізде жылқы жануары екен. Ер қанаты ат демекші, бұл жануарды қазақтар өте құрмет тұтқан. Енді келесі жануарды тауып көріңіздер. Бұл бізде аю екен. Келесі сұрағымыз: алып жануарлардың бірі піл. Ал бұл жануарды табуда сіздер қателеспейсіздер. Әрине, бұл шимпанзе. Тағы бір оңай сұрақтардың бірі: әрине, бұл зебра жануары екен. Енді келесі жануарымызды тауып көріңіздер. Бұл бізде суға өте төзімді жануар түйе екен. Енді келесі 11-ші сұрағымызды тауып көріңіздерші. Барлық ертегілерде қу болып көрсетілетін түлкі жануары. Енді келесі мына жануарды тауып көріңіздерші. Бұл бізде есек. Жарайсың. Ал енді 13-ші сұрағымыз: маймыл. Барлықтарыңыз таптыңыздар деген ойдамын. Сүті өте пайдалы ешкі жануары. Енді мына жануарды тауып көріңіздер. Бұл бізде әрине қой. Ал енді мына бір жануарымызды тауып көріңіздерші. Бұл сиыр жануары. Енді келесі сұрағымыз: әрине, бұл тиын. Сіздер дұрыс таптыңыздар ма? Енді 18-ші сұрағымызды жақсылап қарап алайық. Бұл бізде коала жануары екен. Ағаштарда өмір сүретін. 19-ші сұрақ барлығына таныс болу керек. Бұл бізде қолтырауын немесе крокодил. Бұл мүйіз тұмсық. Келесі жануарымыз: әрине, бұл сіздер тапқандарыңыздай ит.
Бұл шошқа. Келесі жануарымыз. Бұл морж. Морждың қай жерді мекен ететінін білесіздер ме? Комментке жаза кетіңіз. Бұл бізде жолбарыс. Келесі мынау кішкентай жануарымыз. Қандай жануар болды екен? Бұл бізде хомяк. Келесі бір сүйкімді жануарымыз. Қандай жануар екен? Бұл бізде борсық екен. Бұл жануарды ұрған сайын ісінетінін білген бе едіңіздер? Бұл жануарды сіздер оңай тауып қояды деген үміттемін. Әрине бұл тасбақа. Бұл Антарктиданы мекен ететін жануар пингвин. Бұл бізде махаббаттың символына айналған жануар аққу. Бұл панда жануар екен. Бұл ақ бөкен. Қазақстанда қызыл кітапқа енген жануар. Бұл бізде Австралияны мекен ететін жануар кенгуру. Бұл бізде страус екен. Келесі жануарды тауып көріңізші. Әрине бұл су сиыр. Немесе орысшасы бегамот. Бұл ұзын мойынды жираф. Келесі жануарды тауып көріңізші. Бұл горилла екен. Бұл бізде сілеусін. Сілеусін Қазақстанда мекен етеді ме? Білесіздер ме? Бұл бізде үйрек. Өте сүйкімді жануар. Әрине бұл үй жануары тауық. Енді соңғы сұрағымызға жауап беріп көріңіздер. Бұл бізде арктикалық түлкі. Өте әдемі жануар. Осымен біздің ойынымыз аяқталды, достар. Ойын сіздерге ұнады деген үміттемін. Ойынымыз ұнаса каналға жазылып, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір подпискаларыңыз мен үшін өте үлкен мотивация. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.